Видеоның ең басында айта кетейін, кішігірім дисклеймер. Мен пайдаланатын операциондық жүйе Linux деп аталады, бірақ сіздердің көпшілігіңіз пайдаланатын операциондық жүйе ол Microsoft'ың Windows'ы болуы керек. Бірақ сіз қазір менің операциондық жүйемнен еш шошымаңыздар. Біз қазір істейтін барлық заттың принципі бір, яғни бізге керегі Visual Studio Code, ол Windows'та тура осындай, содан кейін браузер. Браузерда барлық операциондық жүйелерде бірдей болады. Сол себепті жаңағындай мені бір басқа бір нәрсені үйретіп жатыр деп ойлап қалмаңыз. Сіз сайтты Windows'та болсын, Linux'та болсын, немесе macOS'те болсын, кез келгендік операциондық жүйені пайдалана отырып істей аласыз. Онда видеомызды бастаймыз. Істің мәнісі веб-сайттарды жайдан жасамайды. Веб-сайттардың ең негізгі және басты қызметі ол белгілі бір ақпаратты жеткізу. Ақпаратты жеткізудің неше түрлі формалары бар. Мысалға, видео арқылы жеткізуге болады, аудио арқылы жеткізуге болады, сурет арқылы жеткізуге болады. Ең қарапайым түрі мәтін арқылы жеткізу. Қазір соны қарастырайық. Енді біз мына жерде мынаны біздің мынау парақты біздің веб-сайтымыз деп елестетейік. Сосын араларымызда философиямен айналысатын адамдар болса, олар өздерінің миын неше түрлі сұрақтармен мазалатады. Енді солардың бірі бәлкім мені мазалайтын ең маңызды сұрақ деп жаңағы мақаласына атау беруі мүмкін. Содан кейін астынан жаңағындай мәтіннің өзі кетеді. Мысалға, осы зебралар қара, бірақ ақ жолақты ма, әлде олар ақ, бірақ қара жолақты ма? Бәлкім бұдан да маңызды сұрақтар бар шығар. Осы сұраққа жауап іздеп 2 күн бойы бас қатырдым. Еш жауап таба алмаған соң Африкаға аттануға шешім қабылдадым. Менікі дұрыс па деп. Осындай өзіміздің ең алғашқы веб-сайтымызды жасап көрейік. Бірақ та бұл жердегі келесі мәселе, мысалға, LibreOffice деген бағдарлама, бұл Microsoft Word'тың тегін баламасы. Ол оқып түсіне алатын файлдардың форматы бар. Мына жағдайда file not example форматы .doc. Тура сол сияқты браузер оқи алатын веб-сайттардың жаңағы парақшаларының да форматы болады. Енді ол форматтың атауы HTML. Қазір сол форматтағы ең алғашқы файлымыз, яғни веб парақшамызды жасап көрейік. Ол үшін біз бір астыңғы сызық HTML деген папканы оң жақ батырмасын басамыз тышқанның. Осында жақта new file немесе жаңа файл немесе новый файл деген сияқты шығады. Соны басамыз. Сосын жерге файлға атау береміз. Мен тұрамда бір астыңғы сызық my first webpage.html деймін. Басамыз, міне, біздің файл пайда болды. Енді осыған біз ең алғашқы нені көшіреміз? Бізге мынау атауды көшіру керек. Copy дейміз да, мына жерге paste дейміз. Сақтаймыз. Бізде файл сақталды. Енді қазір біз осы файлды браузерда ашып көрейік. Ол үшін біз жаңағы папканы ашамыз. Web Development 1.0 HTML. Сосын My First Web Page-де 2 рет басамыз. Мені бізде браузерда ашылды. Бірақ бізде мына жақта ол мәтіннің атауы әдеттегі текст болып тұр. Бізге мынандай жуан, майлы жазу болу керек. Ол үшін біз қазір ең алғашқы тег header деген тегті пайдаланамыз. Header деген тег ағылшыннан аударсақ атау дегенді білдіреді. Енді тегтерді біз қалай жасаймыз? Тегтерді ашушы және жабушы тег деген болады. Оны оп-оңай жасау. Кем деген белгіні қоямыз. Сосын h дейміз, ол header дегенді білдіреді. Сосын h-тің қасына 1 дейміз да, үлкен деген белгіні қоямыз. Менде мына жерде Visual Studio Code'тың баптаулары автоматты түрде h1 деп, алдында слэші бар, жабушы тегті жасап берді маған. Мен мынаны тұрамда cut деймін. Сосын мынаның ортасына қоямын. Paste. Сақтаймыз. Енді мына жерде не болған кішкене түсіндіре кетейін. Яғни біз мына жерде h1 деп ашушы тегті белгіледік. Яғни бізде браузерға айттық, мына жерден бастап қазір бізде атау болады деп. Сосын ол тегтен кейін біз кәдімгі атауды мәтінін жаздық. Содан кейін жаңағы браузер енді білу керек қой, мынау мәтін қай жерден тоқтайтынын, қай жерден бітетінін. Сол үшін біз h1 дегеннің алдына слэшті қойдық та, жабушы тегпен, яғни мынадан мынаған шейін атау болады деп браузерға түсіндіргендей болдық. Енді қазір біз осы парақшаны браузерда қайтадан жаңартып көрсек, біздің текстіміз осындай жуан, майлы
бола шықты. Енді мына жерде логикаға сүйенсек, h1 деген бар болса, яғни h2 деген де бар болу керек, иә? Ол үшін мен мынаны көшірем. Кішкене астына түсірем да. h2 деймін. Сосын міндетті түрде ашушы және жабушы тек бірдей болу керек. h2 деймін. Мені мазалайтын ең маңызды екінші сұрақ деп қояйын бұны, иә? Енді қазір мына жақтан браузер жаңартсам, міне h2 деген тек кішкене, мынаған қарағанда кішірек екен, иә? Енді солай жалғастыра берсек, қазір h3, h4, h5 деп. Мынаны h3 дейміз. h3, ағылшынша аударуды ұмытып кеттім. h3 дейміз, сосын мынанда h3 дейміз да. Енді мына жерден қазақша аударайық та. Үшінші сұрақ дейміз. Сақтаймыз. Браузер жаңартамыз. Міне, мынау h1, h2, h3. Енді тура солай қазір 6-ға шейін істеп шығайын мен. Бір, екі, үш, төрт. Бізде 4 болады. Мынау бізде 5 болады. Демек, жабушы тегімізде 5 болады. Сосын мынау бізде 6 болады. Сақтаймыз. Парақшамыз жаңартамыз. Міне, бірден бастап 6-ға шейін атауымыз кішірейе берді. Яғни біз мына жерге ең маңызды бір атауды қойсақ болады. Содан кейін мысалға екінші жаңағындай тараулардың атауларын солай h2, h3, h4, h5 деп қоя берсек болады екен. Енді қазір мысалға мен h7 деп көрсем, мына жақтан h7 деп көрейік. Сақтаймыз. Мынаны тұрып жаңартамыз. h7 десек, бізде әдеттегі мәтінге айнала кетті. Ол дегеніміз h7 деген бізде тег болмайды екен. 6-мен тоқтайды. Біз осыған дейін жаңа қарапайым жаңағындай бос парақшада h тегімен, header тегімен танысып, мынандай дүниені жасап көрген болатынбыз. Енді бұл бізде веб-сайт жасаудың дұрыс емес жолы. Яғни қазір мен мына жерден былай істейік. Мысалға ayana.org деген сайтты ашам. Сосын мына жерде біз кез келген жеріне апарып шыққаның оң жақ батырмасын барсақ, бізде мынандай терезе пайда болады. Сол жақта мен мысалға view page source деймін. Сосын бай қарасақ, бізде жаңағындай код пайда болған сияқты, иә? Яғни дұрыс веб парақшаның структурасы осылай болады. Енді осы жерден жаңа біз өзімізге таныс h1 деген тегті іздеп көрейік. Міне мына бір жерде тұр екен, иә? Яғни ол өзі жеке дара тұрамайды, ол басқа тегтердің ішінде тұру керек екен. Енді қазір соны толығырақ қарастырамыз. Сосын осы бөлімнің соңында осы парақшаға қайттан оралып, мына жердегі түсініксіз барлық затты біз үшін ол кәдімгі айдан анық түсінікті болады. Енді қайтадан Visual Studio Code'ға оралайық. Visual Studio Code'ға ораламыз да, мынаны астына қарай жіберейін мен. Енді бізге керек ең алғашқы тег ол HTML деген тег. Ол неге керек? Өйткені біз мынау браузерге мынаның ішіндегі бүкіл зат сол HTML-ге тиесілі дегенін білдіреміз. Содан кейін бізге керек келесі ол head деген тег, яғни бас. Бұл не үшін керек екендігін сәл кешіректеу түсіндіремін. Сосын бізге келесі керек ол body. Body дейміз, яғни ол дене деген сөз. Яғни веб-сайттың ішіндегі барлық зат осы body тегінің ішіне жазылмақ. Енді мына жерге оралатын болсақ, тура солай тұр. Мына жерде HTML деп тұр. HTML-дің ішінде head тұр, иә? Мына жақтан HTML бітеді. Сосын мына жақтан head басталады да, мына жерден head бітіп тұр. Мына мынаның бәрі head. Сосын мына жақта body кетеді да. Body'дің ішіне біз жаңағы веб-сайтта көрсетілетін барлық ақпаратты енгіземіз. Енді біз кішкене дұрысырақ болу үшін мынау
h тегтарының бәрін былай кесіп алып мына жаққа жіберейін. Сол кезде бізде кәдімгі ереже бойынша веб-сайт жасаған болып есептелеміз. Мына жерде қазір мен мынау парақшаны қайтадан жаңартсам, жаңағы біз ашқан сайтымыз ешнәрсе өзгерген жоқ. Бірақ та біз мына жақта барлығын ереже бойынша жасадық. Тамаша, біз осылай header деген тегті үйрендік та, енді мәтінімізге атау беруді үйрендік. Енді біз мынау параграфтарды енгізіп үйренейік, иә? Ол үшін мен мына жақтан былай істейін. Мынау бізде бірінші жаңағы бөлімнің файлы болғандықтан мен мына жаққа тұрайын да басқаша 2 астыңғы сызып paragraph tag.html деген файл жасайын, иә? Енді ол файлға мен мынаның бәрін тұрамда көшіріп алам, копировать, и мына жерге вставить дейміз. Енді бізге мыналар керек емес, h1 деген ол тым үлкен болар, бізге мысалға мынау h2 жарап қалуы мүмкін, иә? Яғни мен мыналардың бәрін өшіріп тастаймын. Сосын мына жердегі h1-ді де өшіріп тастаймын. h1-ді өшіріп тастадым. Екінші деген сөзді өшіріп тастаймын. Сақтаймын. Енді қазір мына жерде мен тұрамын да, бізде мына жерде мынау пайда болды. 2 параграф tag.html деген. Сол файлды ашам. Міне, мені мазалайтын ең маңызды сұрақ h2 тегімен жазылған. Енді мен мыналарды алайын да, 2 абзацымды осыны h-тен кейін қойын, өйткені мына бір жерде ол кәдімгі атау тұр, содан кейін мәтін кетіп жатыр, иә? Мен тұрамын да, мына жерге былай қоямын. Кішкене әдемі рейтейін. Сосын мынаны былай сақтасам, бізде бір нәрсе дұрыс жұмыс істемей тұр, иә? Өйткені мына бір жерде абзац, бәлкім бұдан да маңызды сұрақтар бар шығар деген жерде, міне, бәлкім бұдан да маңызды сұрақтар бар шығар деген жерде, бітіп, мынау жаңа жолақтан, жаңа абзацтан басталу керек еді. Бірақ ол олай басталмай тұр. Неге болды екен? Өйткені біз мәтінді былай жайдан жай қоя алмаймыз. Біз әрбір параграфта h деген сияқты p деген тегтің ішіне қою керекпіз. Яғни біздегі мынау бірінші параграф болады. Ашушы p тегі, ашушы параграф тегі, сосын мына жерде жабушы параграф тегі. Параграф деген ол ағылшыннан абзац дегенді білдіреді. Сосын мына жақтан кесіп алайын да, мынаның артына қоя салайын. Сақтаймыз. Мына жерде h2 атау, мынау бірінші параграф p тегінің ішінде, мынау екінші параграф. Енді қазір мен браузерға барып мынаны жаңартсам, міне біздің веб-сайтымыз кішкене дұрысырақ жұмыс істеп бастаған сияқты. Енді қайтадан жаңағы біздің ayana.org-ға оралайық. Сосын біз мына жерде жаңағы view page source деп қараған болатынбыз. Міне бізде мына жерде HTML тегі. HTML тегі мына жерден бітіп тұр. Head тегі мына жерден бітіп тұр. Body тегі мына жерден бітіп тұр да. Біз жаңа пайдаланған h1 тегі, сосын параграф тегтері тұр, иә? Міне осылай қазірдің өзінде мына жердегі көп зат бізге же әріптердің жиынтығы емес, кәдімгі логикасы бар, не үшін қалай тұрғандығын ажыратып түсіне алатындай кішкене болсын веб-сайттың структурасымен танысып үйреніп қалдық. Енді осымен бұл видео аяқталуына жақын. Келесі видеоларда мәтінді форматтап, одан да басқа қызықты заттарды үйренетін боламыз. Сол жақта көріскенше.